Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Сіздермен бірге оқитын ұлт айдары және оның жүргізушісі Нұркен Бектасов. Бүгінгі шығарылымда Мұхтардай ғұлама жазушының дара шәкірті, Абай рухының асыл шырақшысы бола білген жазушы Кәмен Оразалин туралы сыр шертетін боламыз. Кәмен Оразалиннің азан шақырып қойған есімі Кәмәли. Ол 1920 жылдың 16 маусымында бұрынғы Семей облысы Абай ауданы Құндызды ауылының Қылышбек жайлауында туылған. 1930 жыл орта мектепті аяқтап, әскер қатарына алынып, майданға аттанған. Жасы 20-ға жеткен өрімдей жас жігіт өлім мен өмір арпалысқан қан майданның қақ ортасында жүрді. Сол кездің өзінде Абай, Шәкәрім, Көкбай, Шәкірлер сияқты өлең жазып, Мұхтардай зерделі сөздің зергері болсам деп армандайтын жас жігіт қалам мен қаруды қатар ұстап жүрді. Калинин облысының Западное Двине қалашығының маңындағы Сычевка елді мекенін азат ету шайқасында Кәмен Оразалин екі аяғынан ауыр жарақат алып, соғысқа жарамсыз деп танылып, елге оралады. 1947 жылы мұғалімдер институтын бітірген соң, туған ауылындағы орта мектепте мұғалім болып қызмет атқарды. 50 жылы алғашқы Жексен повесімен әдебиеттегі жолын бастады. 1959 жылы тың тақырыбына арналған Ақ жазық коллективтендерді суреттеген Көктем салқыны, Кембайтақ романдары, Абай ауылына саяхат атты жол сапар тарихи мағлұматтарға бай кітаптары жарық көрді. Абай, Мұхтар әлемінде Кәмен Оразалиннің дербес орны болуы санды. Ұлы дәстүрге адалдық, ал дәстүрді жалғастыру парыз. 1972 жылы жазушы Мұхтар Әуезов туралы 4 томдық роман жазды. Бұл романды жазуға 20 жыл ізденіп, 35 жыл табан аудармай жазды. Абайдан соң жазушының ең кесек, ең негізгі туындысы. Мұнда қазақ дүниетанымының негізгі қағидаларынан, сахаралық қалыбынан айылмаған мұрат бар. Өзінің жарты ғасыр ғұмырын Абай атындағы орта мектепте жас жеткіншектерді білім нәрімен сусындатып, зейнеткерлікке шықса да жазумен шұғылданды. Кәмен Оразалин көрнекті халық жазушысы, Абай танушы, Мұхтар танушы. 1958 жылдан бастап Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақ Кеңес Социалистік Республикасында халық ағартушысының озық қызметкері. Қазақстан мектептеріне еңбегі сіңген мұғалім, еңбек және соғыс ардагері, Абай ауданының құрметті азаматы, Қазан төңкерісі, 1-ші дәрежелі отан соғысы, 3-ші дәрежелі даңқ парасат ордендерінің иегері, көптеген медальдармен және құрмет грамоталармен марапатталған. Кәмен Оразалиннің қаламына Жексен атты тұңғыш шығармасынан бөлек ондаған көркем очерктер, мақалалар, Ақ жазық, Көктем салқыны, Абай ауылына саяхат сынды шығармалар туылған. Ел тәуелсіздігі үшін күрескен алаш арыстары туралы жазылған Абайдан соңғы арыстар трилогиясының авторы. Кәмен Оразалин 24 наурыз 2008 жылы мәңгілік сапарға аттанды. Биыл туғаны 105 жыл толған Кәмен Оразалиннің шығармашылығы туралы Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Сапарғали Бегалин, Медеу Сәрсекеев, Әбіш Кекілбаев, Әзілхан Нұршайықов, Зейнолла Қабдолов, Қайым Мұхамедханов, Қалижан Бекқожин тәрізді кесек тұлғалар 10 пікірлер жазып қалдырып, әдебиетке қосқан үлес салмағын лайықты бағалады. Жазушының пайдаланған заттары, фотосуреттері, қолжазбалары мен кітаптары, Мұхтар Әуезовтің соңғы хаты мен қолтаңбасын қойып сыйға тартқан Абай кітабы да бүгінде Кәмен Оразалин өзі тұрған музей үйінде сақтаулы. Мәдени ошақ Шедебай бөрілі мемлекеттік музей қорығының қарауындағы Абай музейінің 10-шы бөлімі ретінде жұмыс істеп тұр. Сөз соның Абай мен Мұхтар Әуезов секілді бір туар тұлғаларымыздың мұраларын танытуға, Кәмен Оразалин сияқты еңбектер қалдыратын жандарымыз көп болсын деген тілекпен мен сіздермен қоштасамын. Сіздермен бірге болған Нұркен, нұрлы күндеріміз көп болсын.